Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі пәні 1-ші сынып 28-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тасымал, құрау құлыным. Ұлыбек Есдәулет. Құрау құлыным, құрығыма түсе ғой, тазасын жеп солының мөлдір судан іше ғой. Сен боларсың қазанат, мен болармын азамат, құрау құлыным, желбіресін тұлымың. Бұл жерде бізге таныс емес сөз қазанат. Ұзақ жолға шыдамды ірі ат. Осы енді өлеңнің астында бізге сауалдар берілген екен. Сол сауалдарға жауап берейік. Өлең не туралы? Өлең құлын жайлы. Өлеңде құлынды қалай шақырған? Өлеңде құлынды құрау деп шақырған. Басқа тілдерді қалай шақыратынын айт. Көз деп түйені шақырат, құрау деп жылқыны, әукім деп сиырды шақырған, пшай деп қойды шақырған, шөре деп ешкілерді шақырған. Екінші жаттығу мақалды көркем жаз. Ат тұяғын тай басар. Тасымалданбайтын сөздердің астынсыз. Ат, тай. Яғни бұл сөздер тасымалданбайды. Бұл сөздердің тасымалданбайтын себебі бір буынды сөздер болғандықтан тасымалданбайды. Үшінші жаттығу сөздерді тасымалдап жаз. Жылқышы, бұзау, құлыншақ, түйелер. Үлгі: жылқышы, жылқышы. Бұзау, жылқышы, жылқышы. Құлыншақ, құлыншақ. Төртінші жаттығу суреттен үй жануарлары мен құстарды тап, оларды ата. Сиыр, жылқы, түйе, ешкі, әтеш, тауық, қаз, қозы. Дәптермен жұмыс. Дәптерлеріңізге балалар О әрпінің бас әрпін және кіші әрпін жазып аласыздар. Екінші жаттығуға ат тұяғын тай басар деген сөйлемді жазып аласыздар. Үшінші жаттығу берілген сөздерді тасымалдайсыздар. Бұзау, жылқышы, жылқышы, құлыншақ, құлыншақ. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Тасымалданбайтын сөздердің астынсыз. Қымыз ұлттық тағам. Ол бие сүтінен жасалады. Ол бие сөздері тасымалданбайды. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.